Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін сәуірдің 27-сі. 27-ші сәуір. 27-ші 27-е. Аптаның бірінші күні дүйсенбі. Первый день недели понедельник. Сабағымыздың тақырыбы балмұздақ. Давайте вспомним, ребята, что такое балмұздақ? Правильно, мороженое. Мороженое балмұздақ. Сабағымызды бастамас бұрын диктант жазамыз. Пишем словарный диктант. После каждого слова ставим запятую. Первое слово начинается с заглавной буквы. Остальное строчное. Понятно, ребята? Пишите диктант. С новой строки, с абзаца пишем қияр, қияр, сәбіз, сәбіз, нан, нан, сүт, сүт, шырын, шырын, кәмпит, кәмпит, қант, қант, май, май, қызанақ, қызанақ, алмұрт, алмұрт, алмұрт. Точку ставьте, нүкте қоямыз. Жарайсыңдар, балалар. Теперь, ребята, жаңа сөздермен танысамыз. Это новые слова. Повторяем за мной. Қандай, қандай, какой, тәтті, тәтті, сладкий, суық, суық, холодный, дәмді, дәмді, вкусный. Молодцы, ребята. Теперь, ребята, пишем эти слова. Одну строчку пропускаем, бір жол тастаймыз, пишем новые слова. Жаңа сөздерді жазып аламыз. Теперь, ребята, запомните. Балмұздақ қандай? Вопрос. Балмұздақ қандай? Какой? Балмұздақ суық. Повторяем за мной. Балмұздақ қандай? Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Балмұздақ тәтті. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы. Енді диалогты тыңдаймыз. Слушаем диалог. Балмұздақ тәтті. Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Понятно, ребята? Молодцы. Теперь запомните. Сен балмұздақ жейсің бе? Сен это ты, молодец. Сен балмұздақ жейсің бе? Ты ешь мороженое? Иә, мен балмұздақ жеймін.
Если будете есть, тогда отвечаем «Иә», «да». «Иә», «мен балмұздақ жеймін», «жеймін». Балмұздақ тәтті. Сен балмұздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмұздақ жемеймін. Жемеймін. Жоқ, мен балмұздақ жемеймін. Жоқ, это нет. Балмұздақ суық. Молодцы, ребята. Теперь открыли тетради. Пишем. Бірінші тапсырма. Тәтті, суық, дәмді, балмұздақ. Пишем, ребята, жазамыз, балалар. Екінші тапсырма. Оқы, толықтырып жаз. Сен шие жейсің бе? Вопрос. Иә. Я это да. Қалай болады? Мен шие жеймін. Молодцы, дұрыс. Жеймін. Если стоит я, это да. Тогда жеймін. Если нет, жоқ. Жемеймін. Пишем дальше. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Отвечай на вопросы. Балмұздақ қандай болады? Каким будет мороженое? Балмұздақ. Пишем. Балмұздақ. Суық. Еще каким будет? Пишем через запятую. И болады. Сен балмұздақ жейсің бе? Отвечаем сами. Пишем дальше. Төртінші тапсырма. Тыңда, слушай, жаз, пиши. Қане, слушаем. Балмұздақ тәтті. Балмұздақ тәтті. Это слово мы пишем на первую строчку. Келесі. Балмұздақ дәмді. Балмұздақ дәмді. Балмұздақ суық. Балмұздақ суық. Молодцы, ребята. Енді балалар, осы барлық тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Выполняем все задания, пишем диктант и отправим мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.